Талғардағы изолятордан қашып кеткен күдікті қолға түсті. Жасөспірім қызды зорлады деген күдікке ер адамды ұстау барысы видеоға түсіп қалған. Желіде тараған кадрлардан бір топ жігіттің күдіктіні қамыстың арасынан ұстағаны көрінеді. Кейін оны жол бойына сүйреп апарып, жерге құлатып байлауға талпынады. Видеода сезіктінің өзі жазықсыз айып тағылғанын айтқаны анық естіледі. Сақшылардың сөзінше Қашқын Тереңқара ауылы маңында ұсталған. 21 қазанда уақытша қамау абақтысынан сытылып шығып кеткен ер адамды іздеуге полицияның барлық күштері жұмылдырылған көрінеді. Хола Ньюстың хабарлауынша, күдіктіні полиция емес, еріктілер тапқан. Басылымның жазуынша, заң қырына іліккен адамды 3 тәуліктен бері іздеп жүрген жергілікті жігіттер оның жолды кесіп өтіп, қамыс арасына тығылғанын байқап қалыпты. Олар жылдам әрекет ететін арнайы жасақты шақырып, күдіктіні бірге құрықтаған.